Армысыздар, қадірменді қауым. Мен бүгін айтқым келіп отқаны мынау қаңтардағы қанды қырғын оқиғасынан кейінгі жаңағындай биліктің жаңағындай ресми түрде жауабына қанағатсызбын. Өйткені жаңағындай әлі күнге шейін жаңағындай бұл толықтай ақпарат бізге бермей отыр. Бірақ біз өзіміз білетіндей қаншама бейкүнә адамдар қаза тапты, қаншама кінәсіз және айғақсыз айыпталған адамдар СИЗОларда отыр, оларды қинап жатыр, тергеу болып жатыр, оларда сотталған жаңағындай. Сол мен террористерді айтып отқан жоқпын. Әрине, мүмкін арасында жаңағындай террористер болды дейді, мысалға. Енді Тоқаев айтып отыр ғой, соны 20 мың террористті қайдан алды мысалға. Оның өзін бізге жаңағындай список тізімін әлі күшін бізге жариялаған жоқ. Қайдан шықты ол террористер, қайдан келді, оны біз білмейміз. Бірақ қаншама бейбіт, бейкүнә адамдар сол полицияның произволынан, жауыздардың кесірінен қаншама адамдар жарақатталып, өлген адамдар қаншама. Солардың отбасылары, жанұялары, жаңағындай балалары мысалға әлі шейін шындықты білмей отыр. Мен қазір бұл жерде ешкімге ештеңеге шақырып отқан жоқпын. Мен айтқым келіп отқаны жаңағындай жауыздар сол фашист сияқты адамдарды қинап, жаңағындай итак өзі жарақаттанған адамдарды сойып ұрып, жаңағындай жасөспірімдерді қинап, жаңағындай сөйтіп показанияларды алып отқан құқық қорғау органдағы адамдарға айтарым: сіздердің де бастарыңызға сол түссін. Сіздердің де балаларыңызға сондай түссін. Және өздеріңіздің басыңыздан сондай қатыгездік түссін деп ат дұши тілеймін.